Тыңдаушылар, Алматы қаласы медиа ауданы номер 172 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Тұрғанбаева Жайна Төрегелдіқызы. Бүгін мен сіздерге қазақ тілі пәнінде мәтінмен жұмыс істеудің тиімді тәсілдері атты авторлық жобамды таныстырып өтемін. Бұл жоба бастауыш сынып оқушыларының мәтінді түсіну, талдау және өз ойын қарапайым түрде жеткізу алу дағдыларын дамытуға бағытталған. Білгеніміздей, екінші сынып бұл баланың оқу әрекетіне бейімделіп, мәтінді қабылдау қабілеті қалыптасатын өте маңызды кезең. Сондықтан осы жастағы оқушыға біз күрделі ғылыми тәсілдер емес, қарапайым ойын арқылы визуалды қызықты әдістер қажет деп ойлаймыз. Жылдармен жұмыс жасақ қай жылы жаңағы екінші Махмұт Сұлтан болғаны? 1826 жыл. Жобаны әзірлеу барысында балалардың жас ерекшелігін, қабылдау мүмкіндігін және назар тұрақтылығын өзімнің назарым жасадым. Жобаның мақсатына тоқталар болсам, екінші сынып оқушыларының мәтінді түсінуі, талдауы, қарапайым мазмұндауы және мәтін бойынша өз ойын айту дағдылары тиімді әдістер арқылы осы кезде жобаның мақсаты болып табылады. Ал негізгі міндеттерім мәтіннің негізгі ойын өте қарапайым деңгейде тапқызу, кейіпкерді тану, қысқаша сипаттау. Ол жерде оқушы бір-екі сөзбен өз ойын толық жеткізеді. Кім қайда не істеді сияқты базалық сұрақтарды қойып, сөйлемдерді құрастыру, қарапайым мәтінге ат қойғызу, баланың ойын дамытуға арналған шағын шығармашылық тапсырмаларды қолдану. Сабақты ойын қызғалмалы визуалды тәсілдермен жүргізу. Жоба барысында күтілетін нәтижелерім: мәтінді мәнерлеп, оқушылар мәтінді мәнерлеп түсініп оқиды, мәтіндегі негізгі ойды қарапайым түрде айтады, кейіпкерді бір-екі белгісімен сипаттай алады, мәтінге қарапайым сұрақтар қояды. 2-4 сөйлемнен тұратын шағын әңгіме немесе мазмұндама жазады, мәтін бойынша сурет салады немесе суретпен байланыстыры әңгіме құрайды. Өз ойын қысқа, нақты жеткізуді үйренеді. Осы жоба барысындағы тиімді тәсілдер жүйесіне тоқталар болсам, болжау әдісі. Бұл кезде мәтіннің суретіне қарап, бұл не туралы екенін бала осы әдіс бойынша болжап табады. Кім не істеді әдісі. Бұл кезде екінші сыныпқа өте қолайлы, жеңіл талдау үлгісі. Оқушылар бұл жерде осы сұрақтарға жауап беру арқылы, кім не істеді сұрақтар арқылы тапсырмаларды жеңіл орындайды. 3 сөйлем әдісі. Мұнда мазмұнды тек 3 сөйлеммен жеткізеді. Яғни баланың деңгейіне қарай өте қарапайым берілген тапсырмалар оқиғаның барысында тапсырмаларды орындайды. Интеллект карта. Бұл өте жеңілдетілген тапсырма. Берілген сурет тапсырманың ортасында тұрып, айналасындағы 3 кейіпкерге оқушылар кейіпкерді таниды, орын белгілейді және іс-әрекетті нақтылайды. Кейіпкерге смайлик беру әдісі. Бұл кезде бала кейіпкерге лайықты смайликті таңдайды және оның себебін айтады. Стоп кадр әдісі. Бұл кезде орта жолдан тапсырманы тоқтатып, ары қарай не болатынын балаға болжау сұрақтар арқылы береміз. Сол кезде бала өзі орта жолдан тоқтаған соң стоп кадр әдісі арқылы тапсырманы өзі баяндайды. Рөлдік оқу. Бұл өте баланың деңгейіне өте оңай тапсырмалар, ол ойын түрінде беріледі. Яғни бұл жерде бала өзінің дауысын өзгертіп оқу арқылы, кейіпкерше сөйлеп, рөлдік оқу арқылы тапсырманы орындайды. Және берілген суретке 3-4 сөйлем құрастыру. Жоғалған сөзді тауып, сөйлемдегі түсіп қалған сөздерді дұрыс орнына қояды. Мәтінге ат қою. Бұл кезде баланың ойлау дамытатын өте әрі жеңіл әдістер қалыптасады. Сабағымның модуліне келетін болсам, бұл жерде тапсырманы мәтін дегеніміз не қарапайым арқылы түсінік қалыптасады. Мәтіннің бөліктеріне, мәтіннің басты ортасына соңына тоқталып, балалар өз ойын толық айтады. Және негізгі сурет бойынша мәтінді құрастырып, негізгі ойды алу, кейіпкерді тану, сипаттау, мәтінге сұрақ қояды, мазмұндайды,
және шығармашылық жұмыс ертегі арқылы жалғастырады. Мәтінді реттеп, олар араласқан сөйлемдерді және қорытындысында олар туралы шағын мини-жоба қолданады. Бұл жерде біз бағалаудың түрлерін де айтып өтеміз. Ол жерде балаларға қалыптастыру үшін бағалау беріледі. Олар басқармаға әдісі арқылы, бағдаршама әдісі арқылы және смайлик арқылы өз-өздерін бағалайды. Және балаларға қолдау қошемет арқылы жарайсың, өте тамаша деген бағалау түрлерімен балаларды марапаттаймыз. Қорытындыға келе айтарым, бұл авторлық жоба 2 сынып оқушыларының оқу сауаттылығын, сөздік қорын, логикалық ойлауын, шығармашылық қабілетін дамытуға тиімді құрал болып табылады. Мәтінмен тиімді жұмыс бұл оқушының әрі қарай барлық пәнді меңгеруіне берік негіз қалайды. Назарларыңызға рахмет. Жайна ханым, көп рахмет, бастауыш сынып мұғалімі. Келесі кезекте Сәрсенбай Берік дене шынықтыру пәні мұғалімі ұлттық мұра, асық ойыны, қозғалыс, шеберлік, өнер жайында. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. 172-ші мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Сәрсенбай Берік Тоқаұлы. Менің таңдап алған тақырыбым ұлттық мұра, асық ойыны, қозғалыс, шеберлік, өнер. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға асық ойынның түрлері мен ережелерін лақтыру техникасын және ұлттық мұра ретінде құндылық мәнін меңгерту арқылы олардың қозғалыс шеберлігін, эстетикалық талғамын, ойлау қабілетін және ұлттық мәдениетке деген сүйіспеншілігін дамыту. Бағдарламаның міндеттері: асық ойынның шығу тарихы, мәдени маңызы және түрлері туралы білім қалыптастыру. Оқушыларға негізгі лақтыру техникаларын, тәке, алшы, көкшік, сақамен атуды үйрету. Ептілік, дәлдік, көз өлшеуін, қол және қол моторикасын дамыту. Топта ойнау мәдениетін, өзара құрмет пен әділдік ойын қағидаларын қалыптастыру. Асты тазалау, пішіндеу, қауіпсіздік өңдеу және безендіру бойынша шығармашылық жұмыстарын орындату. Оқушылардың өз бетімен ойын стратегиясын құра білу дағдысын дамыту. Ұлттық ойын арқылы патриоттық сана, жауапкершілік, ұлттық рух қалыптастыру. Бағдарламаның өзектілігі: қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаттарының бірі ұлттық рухани құндылықтарды сақтап, келер ұрпақтың бойына сіңіру, оқушының жан-жақты дамуына ықпал ететін тиімді әдістерді меңгерту. Осы тұрғыда ұлттық ойындарды, соның ішінде асық ойыны, оқу тәрбие процесіне енгізу заман талабы болып отыр. Осы ойын қазақ халқының көне мәдени мұрасы ғана емес, дене дамуымен қатар баланың ойлау жүйесін, көз дәлдігін, ептілігін, қозғалыс үйлесімділігін жетілдіретін бірегей педагогикалық құрал. Қазіргі балалардың дене қозғалысы азайып, назар тұрақтылығы әлсіреп, ұсақ моторика дағдылары төмендеп келе жатқан кезеңде асық ойыны осы мәселелердің шешімін табуға көмектеседі. Күтілетін нәтижелер: біліктілік нәтижелер: асық ойынның түрлерін, ережелерін, негізгі ұғымдарын біледі. Лақтыру техникасы мен ойын алаңын құру талаптарын меңгереді. Ұлттық ойынның тәрбиелік және мәдени мәнін түсінеді. Біліктілік нәтижелері: асықты дәл және дұрыс лақтыра алады. Сақамен ату дағдыларын қолданады. Қимыл қозғалыс координациясының, көз дәлдігі, ептілігі дамиды. Ойын стратегиясын жасай алады. Жеңіске жету жолдарын ойластырады. Тәрбиелік нәтижелер: ұлттық құндылықтарды бағалайды, мәдени мұраға құрметпен қарайды. Топпен жұмыс істеу, қарсылас